Сәлем Достар, сіздермен бірге AI SN карьер бот жобасы. Сіздермен мен Исабек Нұрелу және досым Сәлем Санжар. Менің бұл командадағы рөлім Telegram бот жасаушымын және креатив менеджермін. мен Санжар, яғни біз Telegram ботқа неше түрлі данныйлар, яғни информациялар іздедік. Соның бәрін іздеп анализ жасаған мен боламын. Өзекті проблема? Біздің өзекті проблемаларымыз бұл көп оқушымен студент мамандық таңдауда өте қатты қиналады. Олар өз бағытының күшті жақтарын және мүмкіндіктерін жиі біле білмейді. Және де қазіргі шешімдер бұл интернеттегі немесе таныстар арқылы іздеп профориентологтар жазу. Ал келесі ол жеке физикалық адамды тауып, оған 67.500 теңге төлеп жазылу болып табылады. Енді келесі ол бізді тікелей диаграмма, жалпы сізге мамандық таңдауда не жетіспейді деген сұрақ. Мына жерде бізде диаграмма берілген, бұл жақта әрбір өзінің берілген пункттары бар. Мысалы, біріншісі ол түстермен белгіленген, біріншісі менің қасиеттерімді талдайтын құрал, екіншісі қандай мамандықтар бар екенін білмеймін, және үшіншісі қандай универ немесе колледжге түсу болатынын білмеймін деген сияқты. Одан бөлек мамандық таңдауға көмектесетін адам жоқ. Маған не ұнамайтынын әлі өзім білмеймін, не мамандық таңдап қойдым деген сияқты. Бұл диаграмманы біз жалпы не үшін жасадық? Осы информация іздеген кезде Telegram ботқа біз осындай нәрселерді, яғни белгілі бір универлерге, либо колледждерге студенттер осылай арқылы голос, яғни опрос өтті. Сол опростың бүкіл информация жинап, результат арқылы осындай диаграммаға біз келдік. Міне осындай бізде нәтижелер болып тұр, сіздер көріп тұрғандарыңыздай. Келесі енді бізде жалпы нысаналы аудиториялар, оларға бізге 9 бен 10-11 сынып оқушылары кіреді. Әсіресе 9 бен 11 себебі олар 9-дан кейін колледжге немесе 11-ден кейін жоғары оқу орнына түседі. Одан кейін мамандық ауыстырғысы келетін немесе өз орнын тапқысы келетін адамдар, яғни басында басқа мамандықты оқып, енді қазіргі таңда өз мамандығын ауыстырғысы келетін адамдарға бұл керек. Енді бізде тұтынушылардың портреті, жалпы бұл бізде берілген бір қыз, яғни біздің программаны қандай адам қолданады. Мысалы, ол белгілі бір оқушы немесе студент болады, жасы 17 аралығында, мекен-жайы берілген, және оның қандай ауыртпалықтары бар. Мысалы, мамандық таңдауда сенімсіздік, өз қабілеттері мен қызығушылықтарын толық білмеу, ақпараттың тым көп және шашыраңқы болуы, ата-ананың немесе мұғалімдердің қысымы, қай оқу орнын жақсы білмеу. Яғни осындай адамдар біздің Telegram ботты қолдана алады. Одан бөлек оның мақсаттары қандай болады? Өзінің қабілеті мен қызығушылығына сәйкес келетін мамандықты анықтап, соған сәйкес жоғары оқу орнын таңдауға көмектесетін түсінікті және ыңғайлы құрал табу. Жалпы осындай адамдар, белгілі оқушылар немесе студенттер біздің Telegram ботты, жалпы біздің проектті қолданады. Енді келесі оған шешім бізде, яғни біздің Telegram бот. Ол сізге сай келетін мамандықты анықтауға толықтай көмектеседі. Пайдаланушының қызығушылықтары мен сұрақтар және жасанды интеллект негізінде жұмыс жасайды. Яғни тек қана бізде Telegram бот қана емес, онымен бірге бізде жасанды интеллекті жұмыс жасайды. Және мамандықтың сипаттамасын, қажетті дағдылар мен кеңестерді ұсынамыз. Жалпы сізге қандай мамандық ұнайды, ондай мамандықтан қандай бір белгілі оппортунитилері бар, жалпы осындай бүкілін сіздерге толықтай көмектесіп береді. Келесі бізде біздің продуктқа сот жасаған болатынбыз. Оның мықты, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері және қауіптері қандай болмақ. Оның мықты жақтары ол пайдаланушының қасиеттері мен қызығушылықтарын ескеретін жеке кеңес беру, әркімге индивидуальный бір кейс береді. Telegram сияқты қолжетімді социальный сетте оп-оңай жауап бере алады және бұл жақта қолданыс өте оңай. Тегін әрі жылдам қолданысқа ену мүмкіндігі. Біздің продукттың Telegram боттың әлсіз жағы бұл ақпарат базасының толық болмауы, барлық мамандықтар, жоғары оқу орындары интернетте жоқ. Әлі бастапқы даму сатысында жетілмеген болуы мүмкін. Және де интернетпен құрылғыға тәуелділік, оның нақтырақ айтсам, интернетсіз біздің бот істемейді. Жасанды интеллект алгоритмі нақтылығы қолданушыға байланысты. Демек, бұл сіз қаншалықты дұрыс, өзіңіз туралы дұрыс және нақты жауап бересіз, сізге солай жасанды интеллект актив береді. Біздің мүмкіндіктер ол білім беру ұйымдарымен серіктестік орнату, жоғары оқу орындары немесе колледж каталогтарын автоматты ұсыну,
Қосымша функцияларымыз бұл мотивациялық тестте түсу талаптары, гранттар туралы мәліметтер береді және де болашақта кеңейтіп жұмыс табуға көмектесетін құралды істегіміз келеді. Біздің қауіптер бұл бізге ұқсайтын функциялардың бар болуы, бізге ұқсайтын сервистердің бар болуы, ақпараттың ескіріп қалуы, барлық университеттер немесе жоғары оқу орындар туралы ақпараттар всегда обновляться етіп тұрмайды. Пайдаланушылардың сенімсіздігі немесе қызығушылықтың болмауы, Telegram платформасында шектеулер бұғаттау, саясатқа байланысты кейбір блоктау болуы мүмкін. Келесі бізде бұл біздің конкуренттер, қарсыластар, бұл біздің карьер-бот, жасанды интеллект қолданады, қасиеттерді талдайды, ұсыныс береді және өте қолжетімді, себебі бұл тегін. Біздің қарсыластардың бірі ол HeadHunter болып саналады. Ол жасанды интеллект қолданғанымен оның қасиеттерді талдау, ұсыныс беру мүмкіншілігі жоқ. Бірақ ол да қолжетімді болып танылады. Және үшінші қарсыласымыздың бірі ол ProfGuide болып танылады. Ол жасанды интеллект қолданылмайды, қасиеттер талданылса да ұсыныс бермейді және қолжетімді емес болып табылады. Біздің мокап қалай өмірде көрінетіні, сұрақтар қойылады, профориентацияны тыңдаса, какие у тебя есть ключевые навыки деген сияқты сұрақтар қою арқылы сіздің нақты мамандығыңызды, қай жоғары оқу орныңызға, жоғары оқу орнына түсу керектігін сізге совет етіп береді. Біздің тағы да артықшылығымыз бұл жақта тіл таңдауға болады, орысша, қазақша, ағылшынша. Сонымен біздің презентация бітті. Бізді қолдап, бізді келесі тойға өткізіңіздер. Сіздерге көп рахмет.